Османның жүрегін суырып алам. Қане бастаймыз. Жаһаннам алақанымызда. Күллі жерді жағуға дайын болыңдар. Енишекер. Тағзым Османбек. Бегім, батырлардың бәрі жорыққа аттануға дайын. Жақсы. Батырларым, жігіттерім, ер жүрек арыстандарым. Шекарада ел болғанымыз, дұшпандарымыздың зығырданын қайнатты. Қойдың тағына жармасқан қорқаулар қазірден тістерін қайрай бастады. Кете Текфура солардың бірі ғана. Оны таптап өткен соң, алдымыздан Бурса мен Изник шығады. Сондықтан Кете Текфурын жаншып өтеміз. Қамалдарды біртіндеп құлатып, әлемде тәртіп орнатамыз. Батырлар, әрекет бізден, нәтиже Алладан. Аллах! Жолың ашық болсын, Бегім. Жолың ашық болсын, Бегім. Қайырлы хабармен оралғайсың. Жақсы, бар болыңдар. Енишекер сендерге мұны. Әке, рұқсат етсеңіз, мен де бірге еріп барайыншы. Біраз уақыттан бері жаттығып жүрмін. Жан гүлім, қазір соғысқа аттанып барам. Ал соғыстан келген соң екеуміз әбден жаттығамыз. Содан кейін бір шешімін айтам. Алайеддин, Бегім, Жақыпбек ханшайымның ізінен қалмайды. Сондықтан аса мұқият бол. Құп болады, Бегім. Жанымды құрбан етсем де ханшайымды беріп қоймайым, әке. Жақсы балам. Орхан, Бегім, енді дұшпан біздің Енишекерден шыққанымызды естісе, осы жақты басып алуға тырысады. Сен өзіңмен бірге батырларды алып, көзге түспейтін жерде күт. Егерде шапқыншылық жасауға тырысса, төбелерінен төніп, сазайларын бер. құп болады, Бегім. Құдай қаласа, найзағайдай соғып құртамыз. Жақсы. Мейлендеше. Аттанатын сәт туды. Атранос. Тәте, бұдан бұлай шекара базарына бармайсың дегеніңіз не? Менің келісім шартым бар. Бітті. Келісім шартың бітті. Шекара базарындағы сөреңді жабасың. Бұдан бұлай. Не шекара базарына, не шехирге бармайсың. Бітті. Бірақ неге? Әлі неге деп тұрсың ба, Халафира? Қанша күннен бері нендей бәлеге ұрынғаныңды ұмыттың ба? Алдымен Орхан, сосын моңғолдар. Сенің басыңды қауіп қатерге тіге алмайым. Бірақ Орханның кінәсі жоқ қой. Сені қорғай алмаған адамды жақтама. Мен саған айтарымды айттым. Бұдан былай қамалдан сыртқа аттап баспайсың. Ханымым, сізге хат келді. Шық. Тым болмаса, соңғы рет барып... Жоқ.
қамалдан шықпайсың. Орхан, мені шошытып жібердің ғой балам. Басқа малым болмады, ана. Бір жағынан Мехмет, екінші жағынан Халафираның тәтесі. Енді сіз... Ана, Халафираға мұсылман болу үшін уақыт керек. Оған исламды түсіндірмей... Ендеше түсіндір, ұлым. Менің уақытым көп, күтем. Бірақ бұл мәселеде мені мүлдем жазғырма. Халафираны қабылдамадыңыз, ана. Маған да басқа мал қалдырмадыңыз. Әне, көрдіңіз бе? Енді қызметімнен айырылдым. Сен өз қателігіңнің кесірінен қызметіңнен айырылдың. Менің де саған түсіндірмек болғаным осы еді. Сен бексің. Бек құсап, 1000 рет ойланып, бір рет әрекет қылуың керек. Тапсырманы орындайын, ана. Рұқсат етсеңіз. Халафираға деген сезімін қателікке ұрындырды, Орхан. Егер де бір ағаттық қылсам, бұған жауап беру менің міндетім, ана. Сен оқтысың.